Армысыз көрермен, ол кино баласы арнасы. Бүгін біз испаниялық «Бумажный дом» атты кино көреміз. Видео басталмай жатыр. Арнаға тіркеліп кетіңіз. Бұл қазақ тілінің дамуына, Қазақстанның дамуына үлкен үлес қосады. Ендеше бастайық. Фильм Токио есімді қызды көрсетуден басталады. Ол жерде жатыр. Ол телевизордан өзін көреді. Олар жігіт екеуі тонау жасап, жігіті өлген. Ал өзі полициялардан қашып, көше телефонымен анасына хабарласады. Анасымен әңгімесі полиция естіп тұрғанын түсініп, қыз ашық сөйлеспейді. Тұтқаны қойғаннан кейін жолда кетіп барады. Кейін банадан бақылап тұрған адам жақындап танысады. Ол профессор екенін айтып, көмектескісі келетінін айтады. Олаған жұмыс ұсынып, тарихта болмаған тонау жасайық. Қызда жоғалтатын ештеңкесі қалмағасын келіседі. Солай профессор Токио сияқты бір топ адам жинайды. Кейін оларды жоспармен таныстырады. Олар 5 ай бойы бөлек тұрып, қоғаммен аралас болу керек. Кейін ережелермен таныстырады. Олар бір-бірін танымағандықтан шынайы есімдерін айтпау керек. Және бір-бірлеріне жеке басына байланысты ешқандай сұрақ қоймау керек. Осылай олар қалалар атын таңдауды жөн көреді. Солай қыз Токио, ал артындағы жігіт Берлин есімін таңдайды. Берлин 20 шақты тонау жүргізгесін қазір іздеуде. Қасындағы жүктеліп отырған адам Москва, ал артындағы бала Дендер. Дендер өте қызуқанды, өзін ұстауы қиын жігіт екен. Ал артында Рио-де-Жанейро, қысқаша Рио отыр. Оны Токио ұнатып қалады. Мына екі ірі жігіттер Хелсинки мен Осло. Олар сербиялық сарбаздар. Ең артында Найроби. Ол ақшаны қолдан жасаған. Соның арқасында көптеген жетістікке жеткен айлакер қыз. Ол өзін профессор деп атауды бұйырады. Профессордың кім болғанын ешкім білмейді. Ол өз сөзінде қарапайым халықтың қаны төгілмеу керек деп айтады. Токио профессорға біз нені тонаймыз дейді. Профессор оларға ақша шығарыш банкті көрсетеді. Келесі бейнеде бетперде киген топ жүк көлігімен кетіп барады. Олар тонау ісін бастап кеткен. Банкке қару-жарақты тек жүк көлігімен кіргізуге болады. Жоспар бойынша олар жолда кетіп бара жатқан жүк көлігімен алдындағы полицияны құрту керек. Осылай олар керек жарақты алып жолға шығады. Дәл сол кезде ақша шығарыш банкке үлкен сынып оқушылары бет алады. Профессор олардың бәріне алыстан нұсқау беріп отырады. Соның арқасында олар кедергісіз жоспарды орындауда. Кейін ғимаратқа енеді. Рио-де-Жанейро компьютермен дабылды өшіреді. Токио мен Найроби басты қақпадан кіреді. Сосын топ ішке кіріп, адамдарды қарулармен қорқытып бір жерге жинайды. Берлин өзін басшы деп таныстырады, ал қалғандары телефондарын жинайды. Сосын Мойко Гастамбиды есімді қызды шақырып алады. Мәскеу мен оның ұлы сейфті ашады. Әкесі баласын тыныштандырып, жұмыс істеуді бұйырады. Кейін жаңағы қызға полицияға бәрі дұрыс деп айтуды бұйырады. Олар профессормен әңгімесін полиция естімес үшін байланыс сымын туалетке жалғайды. Олар есікті бекіткенде дабыл қосылмады. Сол үшін оларды ешкім білмейді. Тонау болардан бір күн бұрын Рио-де-Жанейро Токиоға жақсы көретінін айтады. Берлин бәріне есікті ашуға дайындалуға бұйырады. Тұтқындар сығалап ұрылардың кеткеніне қуанады. Есік ашылып полицияға хабар жетеді. Топ есік ашылғанда дымда істемей тұрып қалады. Олар тек тұрады. Сонда олардың тек ақша үшін келмегені айқын болады. Токио есіктен ерте шығып кетеді. Токионы құтқарам деп Рио-де-Жанейро оқ ашады. Рио-де-Жанейроны сүйреп есікті жабады. Сол уақытта Ракель инспекторға тонау жайлы мәлімет жетеді. Рио-де-Жанейро қорғаныш сауытын кигендіктен түк болмады. Бірақ Токио ерте шыққандықтан жоспар орындалмай полицияға оқ атуға мәжбүрлеген. Олар профессорға сым арқылы хабарласып жағдайды баяндайды. Профессор Риоға Токионы жақсы көресің бе дегенде Токио жоқ деп жауап береді. Инспектор Ракель келіп барлығына нұсқау береді. Берлин Риоға оқушы қызды бақылауды бұйырады. Инспектор Ракель ұрылармен байланысқа шығады. Бірақ оған профессор жауап береді. Профессор оны мазақ қылып сөйлеп жүйкесіне тиеді. Профессор оларға кетуге уақыт жетпесе де қорғануға қарулары жеткілікті екенін және басып кірмеулерін айтады. Инспектор оқушыларды жіберуін сұрайды. Профессор ойлануға уақыт керек дейді. Берлин барлық оқушыларға қызыл костюм киюді бұйырады. Кейін қолдарына қару ұстатады. Инспекторға ұрылардың бір-бірімен байланысын таппағанын айтады. Сосын жоғарғы жақтан басып кіру туралы бұйрық түскенін айтады. Инспектор бұған қарсы. Кейін іште өте маңызды адам бар екенін айтады. Профессордың да ойлағаны ақша емес осы адам болды. Ол ағылшын ханшайымның туысы болып келетін Элисон Паркер. Ал полиция бұны тонаушылар білсе, жағдай одан сайын қиындайтынын айтады. Және олар түн ішінде басып кіру операциясын бастайды. Профессор полициялардың қозғалысын Берлинге хабар беріп отырады. Полиция ішке енді кірейін дегенде
элисин Паркер хабарласып, тұтқындардың да қызыл киім киіп, қару ұстап жүргендерін айтады. Жазықсыз жандардың қанын төгілетінін түсініп, Ракель басып кіру жоспарынан бас тартады. Ракель мен баршы ұрысып қалып, Ракель кетіп қалады. Солай ұрылар алғашқы қақтығыста қан шығармай жеңіске жетеді. Кейін барлық тұтқындарға жұмыс жасауды бұйырады. Олар тоқтаусыз ақша басады. Инспектор Ракель кофе ішуге тоқтайды. Онда оның телефонының қуаты бітіп қалады. Профессор оған өз телефонын ұсынады. Осылай бірінші бөлім аяқталады. Екінші бөлім 2-3 күннен кейін шығады. Екінші бөлімді жоғалтып алмас үшін тіркеліп, оңашаны басып қойыңыз.